Түшпәрәні алғаш рет манты қазанда пісірдім, және дәл осы рецепті арқылы дайындап морозильникке полуфабрикат ретінде сақтап қойсаңыз болады. Осы видеода қыр сырын барын айтамын. Онды електен өткізіп алып ортасын ашыңыз, және бір жұмыртқа, бір шай қасық тұз, 2 ас қасық өсімдік майы, және бөлме температурасындағы суды аз-аздап құйып, толықтай қамырды ешқандай ұн қоспастан илеп шығасыз. Кішкене қаттылау болады, және 15 минутқа демалдырып қойып, осының өзін 2 бөлікке 2 зуала жасап алыңыз. Тыну үшін тағы да пакетке салып қойып қойыңыз. Осы аралықта біз салмасын дайындаймыз. Ол үшін пиязды ұсақтап турайсыз, немесе блендерден өткізіп алсаңыз болады. Қырылған етке пиязды қосып, тұз, қара бұрыш және паприка қостым. Паприка дәм бермейді, тек етке әдемі түс береді. Енді барлығын араластырып болғаннан кейін қамырымызды жайып шығамыз. Мантыға қалай жайсаңыздар, солай жайыңыздар. Тым жұқа болып кетпесін. Және менде осындай форма бар. Осы арқылы бүкіл дөңгелектетіп алдым да әдемілеп түйіп шықтым. Бірінші кезде вареники сияқты істестерде екі бұрышын түйе қоясыздар, өте әдемі көрінеді. Осындай әдемі дөңгелек форма жасау үшін кәдімгі 5 литрлік баклажканың қақпағы бар ғой, ол да жарайды. Енді мантоварканың табаларына әдемілеп жайғастырып 25 минутта пісіріп аламыз. Осы пісіп шыққаннан кейін кәдімгі 82% сары майды ертіп құйып жіберсеңіз, дәмі керемет болады. Және де бетаның бояусыз, қоспасыз Dream Kenya Cold шаймен ұсыныңыз. Сондай-ақ парақшама подписаться етуді ұмытпаңыз, өйткені мұнда өте қызықты сіз күтпеген рецепттер болады.